Балалар мазақтайды ғой балалар. Мазақтамай ма? 12 жастағы баланы қараңыздаршы. Сап-сау апарық әдемі бала болатын. Әп-әдемі бала болатын. Міне дәріні істеп қойды. Менің ақылым тыңдаса әрине бала сіздікі ғой. Бір жыл салу керек. Мектепке бармай-ақ. Енді мен сізге жіберемін. Соң кейін мамасына жібересіз. Мамасы өзі дәрігер болып өзі емдеу керек. Түсіну керек ол аутоиммундық ауру деген не? Дәрігерді көрдіңіз бе? Дәрігердің қолында ештеңе жоқ. Осылай бітті, онға айтады, болды, ештеңе қолымызда келмейді деп айтады. Қалпына келтіруге болады. Тем более жас бала әлі. Да? Сондықтан аутоиммундық деген иммунитеттің өзіне өзі шабуыл жасауы. Атың кім? Айғаным, бәрін түсініп отырсың ғой. Мектепте қалай сабағың, жақсы ма? Молодец. Саған тыныс алуды, осында отырасың, тұрасың, күнде 10 рет, 20 рет, 30 рет жасай бер. Жарай ма? Демді сыртқа шығарып тастап, қанша минут отыра аласың? 3 минутқа дейін 2 минут отыра аласың ба? Тез шығар. Соны шынық. Ана минутпен қарап өлше. 30 секунд, 40 секунд, 50 секунд, 1 минут, 1,5 минут, 2 минутқа дейін жеткіз. Жарай ма? Шыныға берсең өкпең кеңейеді. Да, оның кейін сенің мына ішіңдегі кислород көбейеді, соның кейін емдеу процесі жүреді қысқасы.